сенімен бата жайлы сөйлескім келіп отыр. Бата дегенді естіген боларсың. Оның тарихы мен маңызын білесің бе? Жоқ әке, бата туралы толық білмеймін әке. Бірақ біз бауырсақта әштердің алдында бата айтамыз. Қандай бата айтасыңдар, айтып берші балам маған. Әрине әке, қолымыздан асымызға адалдық берсін, басымызға амандық берсін. Асымыз тіпті күніміз сәтті өтсін, аумин. Амин балам. Қандай керемет бата балам, жарайсың. Әке, оның не үшін беретінін айта аласыз ба? Әрине балам. Бата дегеніміз қазақ халқының дәстүрінде әсіресе үлкендердің жастарға берілетін тілегі. Ол бата берушінің ниетін, ой мақсатын білдіреді. Батаның тарихы терең, және ол ата-бабаларымыздан қалған асыл бай мұра. Әке, ой болса не үшін бата маңызды? Бата бұл тек тілек емес, ол рухани күш. Адамдардың бір-біріне жақсы тілек тілеуі, қолдауы, әрі өмірде кездесетін қиыншылықтарға қарсы күресуге көмектеседі. Мысалы, қазақ халқында батасыз бақытсыз деген мақал бар. Яғни бата алу адамның өмірінде сәттіліктің кепілі. Әке, мен бата алғым келеді, маған бір бата үйретіңізші. Жақсы балам, қолыңды жая қой. Алла разы болсын, бақ береке берсін. Өмірің ұзақ, дәулетің мол болсын балам. Аумин. Осы батаны үйреніп жаттай ғой балам. Бұл бата адамның өмірінде сәттілік әкелуі мүмкін. Рахмет әке, оны мен жаттаймын. Енді балам бата берудің мәні мен жауапкершілігінде түсіну қажет. Бата бергенде жүрегімізден шыққан тілегіміз шынайы болу керек. Түсіндім әке, мен де келесі жолы бата беруге тырысамын. Жарайсың балам.